18-ші күн. Бай бақуатты өмірге жол ашу. Сіз түрлі ғажайыптар, ақша, өркендеу және молшылықты өзіне тартып тұратын магнитсіз бе? Бүгін сіз жақсы нәрселерге құшақ ашудың қалай болатынын түсінесіз. Бүгін курсты алғаш бастағанда күнделікке жазған жазбаларыңызды қарап шығуға ең жақсы уақыт. Қанша нәрсе үйренгеніңізді көріп тұрсыз ба? Айна алдында аффирмация айту қаншалықты жеңіл және ыңғайлы бола бастағанын байқадыңыз ба? Демек, сіз өзіне ғажайыптар тартатын магнитсіз. Сіз сондай-ақ ақша, гүлдену және молшылықтың магниті екеніңізді білесіз бе? Дүниеде сізді күткен қаншама молшылық бар. Сіз өмір бойы жұмсап тауыса алмайтын өте көп ақша бар. Сіздің түсіңізге де кірмеген мол қуаныш бар. Сіз әлі кездестіре қоймаған ізгі жандар бар. Осыны толық түсінсеңіз, өзіңізге қажет және қалаған нәрсенің бәрі осыңызға өзі келіп түсетінін ұғасыз. Ішіміздегі ғаламат күш ең керемет армандарымызды орындап, бізге орасан молшылықты көзді ашып жұмғанша беруге әзір. Ал сіз оны қабыл алуға дайынсыз ба? Сіз бір нәрсені армандасаңыз, әлем мен бұл жайында ойланып көрейін демейді. Ол тез жауап қайтарады және ойлағаныңызды береді. Дегенмен сіз оны қабылдауға дайын және ашық болуыңыз керек. Бір байқағаным, кейде менің дәрістеріме келген адамдар қолдарын кеудесіне айқастырып отырады. Олай отырған адам жаңа дүниені ойы мен бойына қалай кіргізеді? Әлем сізді тыңдап жауап беруі үшін қолдарыңызды екі жаққа кеңінен жайып жіберген жөн. Дәл қазір осылай істеуге шақырамын. Тұрыңыз, құшағыңызды ашып, былай деңіз. Мен әлемдегі бүкіл игілік пен молшылыққа ашықпын, қабылдауға дайынмын. Енді осына терезеден не шатырға шығып бар даусыңызбен айтыңыз. Бәрі естісін. Өркендеу көп нәрсені білдіреді. Ақша, махаббат, табыс, жайлы өмір, сұлулық, уақыт, білім. Сіз молшылық жайында ойлап, сол туралы айту арқылы дәулетті өмірді қолдан жасайсыз. Сізде жоқ нәрсені ғана айтып, тек соны уайымдау арқылы гүлдену мүмкін емес. Сіз өзіңізде жоқ дүниелерге көбірек назар аударсаңыз, жоқшылық одан сайын індетіп ұлғая береді. Кедейлік туралы ойлау адамды одан бетер кедей қылады. Жиірек алғыс айтып, риза болсаңыз, өміріңізге молшылық келеді. Айнамен жұмыс өміріңізді гүлдендіруге көмектесетін өте күшті құрал. Тәжірибе арқылы әлем сыйлаған молшылықтың сізге ағылып келуіне рұқсат етсеңіз, қалағаныңыздың бәрі болады. Ол үшін сізге бар болғаны айна және күнделікті жаттығу керек. Өмір бумеранг. Әлемге не берсең де, ол өзіңе қайтады, әрқашанда. Өмірден алғаныңыз да сол секілді оның өзіне оралады. Бұл қарапайым қағида. Сіз ұрлық жасамаймын деп ойлайсыз, бірақ кеңседен үйге алып кеткен қағаз қыстырғыштар мен маркаларды санадыңыз ба? Сіз біреудің уақытын ұрлайтын немесе өзгелерді сыйламайтын адамсыз ба? Мұндай қылықтар ғаламға шын мәнінде мен жақсылыққа лайық емеспін, мен оны тек жасырып, ұрлап алуым керек деген ойды жеткізіп тұр. Өміріңіздегі ақша ағыны мен өркендеуге тосқауыл болатын сенім түсініктерді біліп жүріңіз. Содан кейін сол сенімдерді өзгерту және жаңа кеңінен ойлау жүйесіне көшу үшін айнамен жұмыс істеңіз. Егер сізде қаржылай қиындықтар бар болса, қолыңыздан келетін ең дұрыс нәрсе өркендеу туралы ойды дамыту. Көп жылдан бері өзіме зор пайдасын тигізген 2 өркендеу аффирмациясын айтып келдім. Олар сізге де пайдалы болады. Олар: менің табысым үнемі өсіп отырады және қайда барсам да дәулетім артып, гүлденемін. Өміріңізге бар жақсы нәрсе келсе, оған әрқашан «я» деңіз. Жақсылықты қабылдауға ашық болыңыз. Өз әлеміңізге «я» деңіз. Мүмкіндіктер мен әл-ауқатыңыз 100 есе артады. Күніне бір рет қолыңызды кеңінен жайып жіберіп, қуанышпен былай деп айтыңыз. Мен әлемге ашықпын және оның бүкіл молшылығын қабыл аламын. Рахмет саған, өмір. Өмір сізді естиді және міндетті түрде жауап қайтарады. Аффирмация жасайық. Өмір маған керектің бәрін молынан толтырып береді. Мен өмірге сенемін. 18-ші күннің айна жаттығуы. Бүгінгі айнамен жұмыс сізге арналған дәулетті қабыл алуға бағытталады. Қолыңызды алға созып тұрған күйі былай деңіз.
Мен барша жақсылыққа ашықпын және қабыл аламын. Енді айнаға қарап мына сөздерді қайталаңыз. Мен барша жақсылыққа ашықпын және қабыл аламын. Бұл сөздер шын жүрегіңізден шықсын. Мен барша жақсылыққа ашықпын және қабыл аламын. Осы аффирмацияны 10 реттен көп қайталаңыз. Өзіңізді қалай сезініп тұрсыз, соған назар аударыңыз. Қандай да бір еркіндік сезімі бар ма? Бұл жаттығуды күн сайын таңертең айнамен жұмыс курсы аяқталғанға дейін орындап жүріңіз. Бұл сіздің өркендеуді түсінуіңізге көмектесетін тамаша тәсіл. Ғаламат күш ішіңізде. 18 күннің күнделік сұрақтары. Ақшаға деген қарым-қатынасыңыз қандай? Айнаға қайта оралыңыз. Көзіңізге қарап былай деңіз. Менің ақшаға қатысты ең үлкен қорқынышыңызды жазыңыз. Жауабыңызды және неге олай сезінетініңізді көрсетіңіз. Бала кезіңізде ақша жайында не білетін едіңіз? Отбасыңызда қаржылық мәселелер қалай шешілетін еді? Қазір ақшаны қалай басқарасыз? Өз ойларыңызды жазыңыз. Қандай да бір шаблондарды байқадыңыз ба? Енді өркендеу туралы ойланып бастау үшін күнделік жасаңыз. Өмірі қолың жетпей жүрген нәрсенің бәріне бір уақытта ие бола салу қандай болатынын жазыңыз. Ол қандай нәрселер? Сонда сіздің өміріңіз қалай өзгерер еді? Қайда саяхаттайтын едіңіз? Ол жерде не істер едіңіз? Сезініңіз, ләззат алыңыз, креативті және көңілді болыңыз. 18 күнгі жүректегі ойлар. Мен өзгерістерге иә деймін. Мен өмірмен біртұтас екенімді білемін. Жаным да, тәнім де шексіз даналыққа толы. Сондықтан мені жан-жақты қолдайтын ғаламға сенемін. Маған керек нәрсенің бәрі қазірдің өзінде мені күтіп тұр. Бұл ғаламда мен жей алатыннан әлде қайда көп тамақ бар. Бүкіл ғұмырымда жұмсап тауса алмайтын ақша бар. Мен әлі кездестіре қоймаған ізгі жандар бар. Мен осы уақытқа дейін сезініп көргеннен де көп махаббат бар. Менің ойыма да кіріп шықпаған мол қуаныш бар. Бұл әлемде маған қажет және мен қалағанның бәрі бар. Оны қолдану және иелік ету бәрі менің еркімде. Бір шексіз ақыл, бір шексіз интеллект маған әрқашан иә дейді. Нені таңдасам да, не ойласам да, не айтсам да, әлем ешқашан бетімді қайтармайды. Уақытымды негативті нәрселерді ойлауға немесе жағымсыз тақырыптарға жұмсамаймын. Мен өзімді және өмірді ең жақсы жағынан көргім келеді. Мүмкіндік пен өркендеуге иә деймін. Мен барша жақсылыққа иә деймін. Мен бәріне тек иә деп өмір сүретін адаммын. Ғалам да маған иә деп жауап қатады. Ол үшін алғысым шексіз. Ғаламдық даналыққа ие болғаныма және ғалам құдіретіне иек арта алатыныма дән ризамын. 18 күннің медитациясы. Бай-бақуатты өмірге құшағыңды ашу. Ақшаның өмірі жетпейтінін уайымдап, ол жайлы айта бергеннен ешкім байып кетпейді. Бұл бос ойлар және ол сізге молшылық әкелмейді. Жоқшылық туралы ойлау жоқшылықты одан сайын ұлғайтады. Кедейлік туралы ойлаған сайын одан бетер кедейлене бересің, ал алғыс айту молшылыққа апарады. Байлық берекені қол жетпейтін жерде сақтауға кепілдік беретін бірнеше көзқарас пен аффирмация бар. Ақшасы көп болғаны үшін басқа адамдарға ренжу сіз бен сіздің ақша ағыныңыздың арасына тосқауыл қояды. Ақша ешқашан жетпейді және ақша келмей жатып кетеді деген теріс аффирмациялар кедейліктің ең сорлы түрін ойлауды білдіреді. Өзіңіз және өмір туралы не нәрсеге сенесіз, әлем тек соған ғана жауап қайтарады. Ақшаға қатысты кез келген жағымсыз ойларды зерттеп, содан кейін олардан бас тартыңыз. Олар сізге бұған дейін де пайдасын тигізген емес, келешекте де көмектесе қоймайды. Көңіл көтеру үшін кездейсоқ лотерея билетін сатып ала аласыз. Бірақ одан мол ақша ұтып алсам, ол менің мәселемді шешіп берсе деп армандап әуре болмаңыз. Бұл тапшылықты ойлау, ол өмірлік байлыққа апармайды. Лотереядан ақша ұту кім-кімнің болсын өміріне оң өзгерістер әкеле бермейді. Шын мәнінде, лотерея жеңімпаздарының көпшілігі алғашқы 2 жылда бүкіл дерлік ұтысын жұмсап бітеді, және көбінің қаржылық жағдайы ақша ұтқанға дейінгіден де төмен деңгейге түседі. Лотерея ұтысы бүкіл мәселеңізді шешіп береді деп ойласаңыз, қатты қателесесіз.
Өйткені ол санаңызды өзгертпейді. Шын мәнінде бұлай ойлау арқылы сіз әлемге бұлай дейсіз: мен кездейсоқтықтан басқа ешқандай жақсылыққа лайық емеспін. Егер ойлау жүйеңізді өзгертіп, әлемдегі бүкіл молшылық сіздің тәжірибеңіз арқылы өтуіне мүмкіндік берсеңіз, лотереяның сізге әкелетін бар жақсылығын иелене аласыз. Тіпті оны сақтап қаласыз. Өйткені бәрі де сана құқығымен сіздікі болады. Аффирмация айту, жариялау, лайық болу және рұқсат ету лотереядан ұтып алғаныңыздан әлдеқайда көп байлықты өзіңе тарту қадамдары. Ой санаңызды ақша туралы жаңа идеяларға ашыңыз. Сонда ақша сізге өзі тартылады. Өміріңізге көбірек ақша мен гүлдену әкелгіңіз келсе, мына аффирмацияларды шын көңілмен айта жүріңіз. Мен ақша тартатын магнитпін. Неше түрлі байлық береке маған қарай тартылады. Жұмыстағы басшыларым менің қабілеттерімді жоғары бағалайды және өте жақсы еңбекақы төлейді. Мен сүйіспеншілікке толы, бай бақуатты, үйлесімді ғаламда өмір сүремін және дән ризамын. Мен барлық жерде бар шексіз гүлденуге ашықпын. Тартымдылық заңы өміріме тек жақсылық әкеледі. Кедейлік туралы ойлаудың орнына өркендеу жайында ойланамын және бұл өзгеріс менің қаражатымнан да көрінеді. Жақсылық маған барлық жерден келеді. Өмірімдегі барша жақсылық үшін алғыс айтам. Әр күн керемет жаңа тосын сый әкеледі. Есепшотымды сүйіспеншілікпен төлеймін және әр чекті жазғанда қуанамын. Молшылық мен арқылы емін-еркін өтіп жатыр. Мен ең жақсыға лайықпын. Дәл қазір ең жақсыны қабыл аламын. Ақшаға деген бүкіл қарсылықтан арылып, оның өміріме енуіне қуана-қуана мүмкіндік беремін. Маған бұйырған игілік барлық жерден және әркімнен келеді.